тарихты білмей өткенді, қазіргі жағдайды және болашақты білу мүмкін емес. Қазақ ел болам десең бесігіңді түзе. Әдебиет ұлттың айнасы. Өткен білмеген ұлт болашағын бағалай алмайды. Тәрбиеге әсер беретін нәрсе өлең мен сөз өнері. Өнер алды қызыл тіл. Төрімнен қашпаған биім, елінен қашпаған ерім болсын. Халық пен халықты теңестіретін білім. Тарихсыз болашақ жоқ. Тілі жоғалған жұрттың өзі де жоғалады. Сөз өнері адам санасының айнасы. Мен жастарға сенемін. Болмасын деп байлығы басқа қазып, кеткен бабам тарихын тасқа жазды. Тарих халықтың жүріп өткен жолы. Өнер халық қазынасы. Тірі болсам, қазаққа қызмет етпей қоймаймын.